Армысыздар, назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. Қазақстанда ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы тойланды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойына арналған салтанатты жиынға қатысты. Нұр-Сұлтан қаласындағы Астана опера және балет театрында президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына арналған салтанатты іс-шараға қатысты. Қазақстан президенті барша қазақстандықтарды ел тәуелсіздігінің мерейтойымен құттықтап, жиналған қауым алдында сөз сөйледі. Құрметті отандастар, ардақты ағайын, баршаңызды қастерлі тәуелсіздігіміздің мерейлі белесімен шын жүректен құттықтаймын. Біз осыдан 30 жыл бұрын бабалар арманын ақиқатқа айналдырдық. Жаңа қазақ мемлекеті құрылғанын дүние жүзіне паш етіп, тәуелсіздігімізді жарияладық. Бірнеше ғасырдан бері үзіліп қалған дербес мемлекеттілік дәстүрімізді қайта жалғадық. Шын мәнінде егемендік елдің бәріне бұйыра бермейтін бақ. Әлемде сан миллион халқы болғанмен, ұлтарақтай жері жоқ қаншама ұлт бар. Ал қазақтың пешенесіне өз мемлекетін құру бағыты жазылды. Бұдан бөлек 15 желтоқсанда сағат 21:00-де қаланың 3 нүктесінде мерекелік отшашу ұйымдастырылды. Отшашу демеушілік қаражат есебінен ұйымдастырылды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен қатар келген Сүлеймен Демирел атындағы университеттің 25 жылдық мерейтойына арналған мерекелік гала-концерт өтті. Мерекелік салтанатты кешке цифрлық даму министрі Бағдат Мусин, білім және ғылым вице-министрі Қуаныш Ерғалиев, жоғары оқу орындарының ректорлары, ғалымдар, зиялы қауым өкілдері, университет түлектері мен жергілікті әкімшілік мекемелерінің өкілдері қатысты. Салтанатты шарада білім және ғылым министрлігінің атынан вице-министр Қуаныш Ерғалиев тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай университет қауымдастығындағы 30 қызметкерге білім және ғылым жолындағы көп жылғы еңбектері үшін алғыс хаттармен марапаттады. Сонымен қатар университет түлегі цифрлық даму министрі Бағдат Мусин жиналған қауымға студенттік кездерде естеліктерін айтып, университет ұжымын 25 жылдық мерейтоймен құттықтады. Сүлеймен Демирел атындағы университет 1996 жылы тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркия мемлекетінің 9-шы президенті Сүлеймен Демирелдің қатысуымен ашылды. Университеттің стратегиялық даму жоспарының басты мақсаты Қазақстандағы және Орта Азиядағы таңдаулы халықаралық үлгідегі жоғары оқу орындарының бірі болу. Түрік лирасы жыл басынан бері долларға шаққандағы бағамында антирекорд орнатып, құлдырауда. 17 желтоқсан Нұр-Сұлтан уақытымен 14:00-де түрік валютасы 1 долларға шаққанда 16 лира болды. Жыл басында 1 доллар үшін 7,4 лира бағам бойынша саудаланатын түрік валютасы бір жылда 2 есеге арзандады. Сарапшылар валютаның құлдырауын Түркия орталық банкінің есептік мөлшерлемені төмендетуі үшін дейді. Себебі Түркия президенті Тайып Ердоған телебағдарлама кезінде есептік мөлшерлемені төмендетуді қолдап, оның инфляцияның төмендеуіне әкелетінін мәлімдеген. Бұдан бөлек дүйсенбі 13 желтоқсанда Global Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі Түркияның шетел валютасындағы ұзақ мерзімді тәуелсіз кредиттік рейтингінің болжамын B+ деңгейінен теріс деңгейге дейін төмендетті. Президент Тайып Ердоған 2019 жылдың шілдесінен бастап 3 рет орталық банктың басшысын, ал 2021 жылдың қарашасынан бастап 2 рет қаржы министрін ауыстырды. Бұған дейін Түркия оппозициялық партияларының жетекшілері Ердоғанды экономикалық қабілетсіздігі үшін айыптап, мерзімінен бұрын сайлау өткізуге шақырды. Түркия басшысы бұл үндеуді қабылдамай, Түркиядағы президенттік және парламенттік сайлау жоспарланған түрде 2023 жылдың маусымында өтеді деп мәлімдеді. 17 желтоқсандағы мәлімет бойынша 20 мыңнан астам адам коронавирус инфекциясынан емделуде. Олардың ішінде 3468 пациент стационарда ем қабылдауда. Коронавирус пен пневмония шалдыққандардың арасында 281 адамның жағдайы ауыр, 81 пациенттің жағдайы өте ауыр, 63 науқас жасанды тыныс аппаратында жатыр. Жалпы Қазақстанда коронавирус жұқтырғандар саны 981.981 адамға жетті. Ал дерттен емделіп шыққандар саны 951.686 адамға жетті. Бұдан бөлек 12.903 адам қайтыс болды. 2020 жылдың 13 наурызынан бері барлығы 83.616 адам пневмонияға шалдықты.
5195 адам пневмониядан қайтыс болды, ал осы дерттен жазылып шыққандардың саны 75811-ге жетті. Қазіргі таңда елде 9 миллионға жуық адам коронавирусқа қарсы вакцинаның бірінші компонентін алды, ал толықтай 8.345.536 адам егілді. Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстанның эпидемиологиялық ахуалына байланысты елді 3 аймаққа бөлген болатын. Соның ішінде қызыл аймақта ешбір өңір жоқ, ал сары аймақта Ақмола, Павлодар және солтүстік Қазақстан облыстары орналасқан. Қалған облыстар мен қалалар жасыл аймақта тұр. Назарларыңызға рахмет. Апта легі осындай. Қазақ Ньюс ақпараттық агенттігінің әлеуметтік желілеріне тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.